Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Мен сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. 22-ші тапсырма. Мәтінді тыңда. Түбірлес сөздер. Мен Әбілхан Қастеев 1904 жылы Алматы облысының Жаркент өңіріндегі Шежін ауылында дүниеге келдім. Еңбек жолымды 1928 жылы Түрксібте қара жұмыстан бастадым. Николай Хлудовтың студиясында 1920-1932 жылдары оқыдым. 1944 жылы Қазақстанның халық суретшісі атағын алдым. 1945-1956 жылдары Қазақстан суретшілер одағын басқардым. Өнерден бөлек оқытушылық және қоғамдық жұмыстармен де айналыстым. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Әбілхан Қастеев кімнен білім алды? Әбілхан Қастеев қаншаншы жылдары оқытушылық және қоғамдық жұмыстармен айналысты? Әбілхан Қастеев кім болды? Осы мәтінді ұтымды жауап мәтінімен салыстыр. Мәтіндердің ұқсастығы неде, айырмашылығы неде? Мәтіндердің ұқсастығы екеуінде бір кейіпкерді суреттеген, ал мәтіндердің айырмашылығы бірінші мәтінде кейіпкерді суреттеген, ол хабарлы мәтін, екінші мәтінде ол кейіпкердің өмірбаяны туралы айтылған, яғни Әбілхан Қастеевтің өмірбаяны туралы айтылған. Досыңнан сұрап алып, оның өмірбаянын айтып бер. Мына кесте бойынша әңгімелі. 1904 жылы Әбілхан Қастеев дүниеге келеді және ол Алматы облысының Жаркент өңіріндегі Шежін ауылында дүниеге келген. 1928 жылы Түрксібте қара жұмыс бастайды. 1929-1932 жылдары оқиды. Николай Хлудовтың студиясында 1944 жылы Қазақстанның халық суретшісі атағын алады. 1945-1956 жылдары Қазақстан суретшілер одағын басқарады. Сурет, суретші, мал, малшы сөздеріне өзара салыстыр. Олардың түбіріне назар аудар. Бұл сөздердің түбірі сурет, мал. Және де сөздерді салыстыратын болсақ, түбірлері біркелкі жіңішке болған үшін оған жіңішке жалғау жалғанған. Мал сөзінде түбірі жуан дауысты дыбыс болған үшін оған жуан жалғау жалғанған. Бір түбірден тараған сөздерді түбірлес сөздер деп атайды. Біл, білім, білімді, білгіш, өнер, өнерлі, өнерпаз. 23-ші сабақ. Жас атауларын өсу ретімен жүйелеп жаз. Нәресте, сәби, бөбек, балақай, бүлдіршін, бала. Түбірлес сөздерді тап. Бұл жердегі түбірлес сөздер бала, бүлдір. 24-ші тапсырма. Жаңылтпашты жатқа жаз. Жаңылтпашты жаттап, кітаптың бетін жауып тұрып жатқа жазамыз. Шежіреші кісі кеше шежіреші айтты, ішіндегі шежіресін шешілі айтты. Түбірлес сөздерді тап, олардың мағынасын түсіндірме сөздіктен біліп ал. 25-ші тапсырма. Суретке қара, түбірлес сөздерді оқы. Оқу, оқушы, оқулық, оқуға. Бұл жердегі түбірлес сөз оқу, жұрнақ. Қай сөз түбірлес сөздер тобына жатпайды? Неліктен? Себебін дәлелде. Бұл жерде оқу сөзі түбірлес сөздер тобына жатпайды, өйткені ол тек жұрнақ болып тұр. Осымен сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетейік. Түсініксіз тапсырмаларды комментарияға жазып кетсеңдер, мен сендерге міндетті түрде жауап беретін боламын.